Сәлеметсіздер ме? Көп болды менің видео түсірмегелі. Бүгін анамды қарауға кетіп бара жатырмын. Бүгін менің кезегім. Міне көлік кептелісі басталды. 10-15 минутта жететін жерге 30-40 минутымыз кетеді енді. Жолда мына көлікке көзім түсті. Өте әдемі машина екен. Бұрынғы машиналар ғой. Волгаға ұқсамайды. Білмеймін қандай машина екен. Өте әдемі. Анам жаңадан тұрды. Бұрын біздің шашымызды тарап өретін анамыз енді қолын көтергенге қиналады. Қайран анашым. Кәрілік ешкімді аямайды. Кәрілік бойды да ойды да алады. Анам ұмытып қала береді. Күніне бірнеше рет бір сұрақты қоя береді. Құдайдан сабырлық бере көр деп тілеймін. Анам өте әлсіз. Күндіз көбіне жас балаша ұйықтай береді. Анашым менің алтыным. Әкем екеуі өздері тұрып үйреніп қалған. Еш баласының үйіне тұрғысы келмейді. Сондықтан балалары кезекпен келіп анамызды қараймыз. Және көмекшіміз бар. Енді әкем кеткеннен кейін ойлағанбыз, көнетін шығар деп анамыз. Балаларының қолында тұрғанға жоқ, көнбеді. Өзімді қандай кәрілік күтіп тұр деп көп ойға қаламын.